Достар, қазір Ерекеңге келдік түнделетіп. Енді машинаны гаражға кіргізіп, жұмыстарын бәрін бастап кеткен уже. Енді сол жұмыстармен бір-екі таныстырып өтсем, қазір өзіме сөйлесіп алдым. Қандай іс болатын, ары қарай не істейтінімізді, қалай істейтінімізді бәрін ақылдасып, қазір бір шешімге келдік. Соны енді өздеріңіз көріп жүріңіздер. Мына есіктен бастасақ, мына есікті алып тастады. Бұл жерде енді алғаннан кейін бәрі көрінді, енді сүйреті. Енді жақын мына жерден, стойкадан асты жағынан. Мына жер жақ сәл кірген. Мына стойка. Көрдіңіздер ма? Ал бұл есік мына жатыр. Енді кесіп, жаңағы ана жерін кесіп, зорға алдым дейді мына есікті. Енді мына ручкасын бөлек кесіп алған, бұл ручка жарайды. Оны шешіп алып, орнына әдемілеп салатын болмысына картасы жатыр. Енді мына жерде шашылып тұрғанға мән бермеңіздер, қазғана жұмысты бітірген, осыны істеп. Жалпы. Ал енді іс жағын көрсетсем, мына жақтарды тартады, толық, мына ішін тартады, потолок алынады, мына айырбак орнына жаңасын саламыз. Енді ал жақтарда бамперді алып тастаған, ал өзінің алды сапсау. Ешқандай нәрсе болмаған. Енді алдына естеріңде болса, ана жері, мына бұрышы сырылған болатын. Қазір көрсетейін. Мына бұрышы сырылған болатын. Сөйтсек, мына жерде алюмин кішкенде ана майысқан екен. Бірақ ішке қарай жетпеген. Сол күйінше тұр, мына заттар ішіндегі. Енді мынандай бамперді мен бірінші рет көріп тұрмын, қараңдар. Қанша зат мына жерде. Камерасы алдыңғы, мына жерде су шашатын анау, мынау, туманик деген сияқты заттар. Енді бірінші Ерекең айтады, маған срочно есік жеткіз дейді. Өйткені есікпен подгонять ететін болатын обедті. Есікті алып келсе, артқы есікті қойып, сөйтіп подгонять етеді. Есіктерді алып келіп берем, одан кейін мына бетін біткеннен кейін мына бетіне кірсет. Бұл жақ енді қатты зардап шекпеген. Бұл жерден асты жағы ғой стойканың. Сол жақтарды шығарып, есіктерді жабатындай қылып келтіру керек. Ана жақтан қарағанда енді қиын жағынан бастадым дейді. Мына беті сәл жеңілдеу болады деген. Ерекең көмекшісі де жүр мына жерде. Өз қалжыңдап қойдым, көмекші алдым деп. Жалпы осы достар, мынаның жаңа астыңғы не бар ғой? Порог пластмассы, алды жағы кішкене сынған. Оны жөндеп салатын болады Ерекең, жақсылап. Клипсалары уже жарамай кеткен. Осындай достар. Алып жатқан кезде ес айтқан болатын, бұл толық, мен жақында ғана толық обешумка жасағам деп. Сөйтсек, рас айтқан екен, оны мына жерден байқауға болады. Подкрыльниктің үстіне дейін обешумка жасалған. Бұл бізге өте жақсы плюс деуге болады. Мына лобовойды ауыстырамыз еще. Лобовой деген масқара үлкен екен, ұзын. Осыны ауыстыратын боламыз. Боковой бір айна алу керек бізге еще. Енді әзірге осы достар, орындығын шешіп қойды. Электро орындық деп қойында. Енді мен жаңағы есік, айна, боковой терезесі және тағы енді майда-шүйде заттар бар. Соларды алып келіп, Ерекеңе жеткізуім керек. Өйткені мен қалай запчасть жеткізем, Ерекең солай бітірем деп маған өзі айтып отыр. Енді берса, потолокты шешетін болдық, айтпақшы. Потолокты шешіп, барып, жаңа жақтарын тартады ғой. Осылай істейді. Әзірге осы достар бүгінге дейін істелген тірлік осы. Енді ары-қарай көреміз енді не болатын. Көлікке өзімше қарап, енді кішігірім армандап отырмын енді. Қашан енді жөндеп бітсе деп. Әр алған көлікте осылай бір не болады ғой сезім. Қашан бітірсем деген сияқты ең, қалай айтсам болады, ең қызық кездері ғой көліктің. Істеп алып. Жалпы мына ручкаларымнан бәрі бар. Бәрін тексерген. Мына жерде деген сияқты. Кішкене қалтадан ұрайын деп тұр, но бірақ көлікті соңына жеткізіп шыдау керек енді. Ақыры алып бастадық па, соңына жеткіземіз. Жеткізбей қалған көлігіміз жоқ осы күнге дейін. Бәрін алдық па, соңына жеткіземіз. Бұйыртса достар. Ең бастысы сендердің қолдауларың, жақсылап қолдап жіберіңдер. Лайктарыңды басып, астына пікірлеріңді қалдырып, ойларыңды айтыңдар. Бәрін оқып, өзіме бір ой түйем. Сондықтан достар, сендерден тек қолдау күтемін.
Аз жібек жолына келдік енді. Қазір жібек жолында есікті іздеп көретін боламыз. Күн сәл жылып қалды. Қазір мына базарға келдік, мына жаққа қарай. Қысқасы достар, таба алмадық базарда. Енді Тияна жаңа менің кузовыма дейінгілер жетеді, запчасті. Вот менің кузовымнан басталатындар жоқ екен, мүлдем. Қазір енді жаңа колесаны қарап отырып, Қарағандыдан таптым. Енді жаңа сөйлесіп біраз не қылсақ, кішкене саудасы да бар екен. Енді есіктің өзін ғана, голый есіктің өзін ғана 150 мың деп тұр. В общем, мына боковой терезесі ол 40 мың теңге дейді. Оны көтеріп түсіретін анау электромоторы ол да 40 мың. Боковой зеркаласы жаңа 75 мың теңге дейді. Жаңа камерасымен керек, бізде 360 бар ғой камера. Соған сәйкестендіріп алатындай. Сонда былай қарасақ, енді санап көріңіздерші, 150, 40, 40, 80, сонда 230, жаңа тағы боковой зеркало камерасымен 75. Сонда 300 мың теңгеге бірақ шығып тұр ғой. Бір есіктің заттары ғана. Достар. Енді аламыз бұйырса, көреміз. Қалған көп заттары дайын негізі. Қазір енді соны сөйлесіп кешке алдыртатын боламыз, Құдай қаласа. Ерекеңе келдік қазір. Машинаны қарап жатырмыз. Енді машина күшті болып қалған. Шыны керек. Уже Ерекең біраз жеріне жақындатып қойған. Жақында уже финиші болады. Енді жалпы бұл серияда енді аяқтаймыз деп айтамаймын. Но бірақ енді жалпы жұмыстармен көрсетейік. Мына жердің өзінде уже түрі бет әлпеті кеп қалғаны көрініп тұр. Мына жақтарын тартып қара. Достар қараңдар. Мына жер кірген еді ғой, үш бұрыш болып. Бәрін келтіріп, мына кантиктарын бәрін түп-түзу қылып, уже жасап қойған Ерекең. Мына жерлерінде енді майысқан. Мына есік, мына беті қатты кірген болатын. Қарасаңдар уже Ерекең тартып бәрін орнына келтіріп қойған. Ерекең мына жерлер қиын болған жоқ па? Қалай болды өзі? Нормально. Мына жерлерді біраз тапқан сияқтысы ғой, иә? Әлде тартамыз ғой, қайда. Әлде достар, әлде Ерекең істеп келе жатыр. Қазірдің өзінде уже сүйретіп тұр, байқасаңдар. Уже сүйретіп тұр. Осы жерлерді істеп. Есігі бәрі жабылады, алдың есігі. Ерекең келе салып қуанып тұрмыз ғой, көріп. Шыны керек, алдыңғы видеода бар ғой, көбісі не бәле, сен ортасынан кеткен деген сияқты көп жаман не комментариялар жазды. Бірақ қазірдің сіздің жұмысыңыздың результатын көріп, уже кәдімгідей қуанып жатыр керек. Енді ақ бетінде Ерекең жаңа бір нәрсе жасап қойды ғой. Енді әлі толығымен бітпейді. Ақ бетінің достар, мына жақтарды екі пока жауып қойдық. Мына есік көтеріліп кеткен болады. Есіктің реңкесі, мына есік жабылмайтын, ашылмайтын, жабылып ашылып тұр. Жалпы есік келіп тұр. Получается, Ерекең бұның асты жағын әлі тартасыз, иә? Мына қараңыздар достар, мына жер төмен жағы осы жерден удар болған ғой. Кішкене кірген дейді Ерекең. Әлі ашамыз, аламыз. Әзірге ана бетін толық бітіріп алайық дейді. Есік заказ бердік, Қарағандыдан келе жатыр. Сол жақтан келген екен. Әлі Ерекең оны қойып көріп, әлі зазорын келтіретін болса, ана бетінде. Жалпы бірақ, уже былайша айтқанда Ерекең не болып тұр ғой? Сүйретін келтірдіңіз ғой? Есік жауып тұр, артқы есігінде қойдың дейді. Артқы есігінде зазор келіп тұрмай Ерекең, нормально. Бәрін жөп қойдық. Қалай ұрыссаңдар да, қалай жаман жассаңдар да, достар, біздің мақсат Ерекең екеуміздің нәтиже көрсету. Алған тірлікті. Негізінде, мына аппаратты байқасаңдар, алдыңғы видеоларда көрмейтіндер. Осыны Ерекең, осы аппаратты, мына көлікті жөндеу үшін алды. Сенесіңдер ме? Мына көлікті жөндеу үшін Ерекең осындай аппараттарды алып, мына жерде мынаны көтеріп. Мен осы былайша айтқан кезде риза болып тұрмын. Мынандай тартатын үйлердің бәрін аппараттарын алып, осы біздің көлікті жасап берейін деп, жақсылап істеп берейін деп, осының бәрін алып, осындай дүниені көрсетіп тұр. Былайша айтқан кезде, менің қазір бұны Костоправқа апаратын болсам, ол жақтан Ерекеңе апаратын болсам, екі есеге түсетін. Бұл жерде Ерекең өзім көмектесейін, менен не болсын деді, істеп берейін деп жақсылап кіріскен жерін қараңдар достар. Әлде біз очередсіз кіріп кеттік, Ерекең очередтің ішіне тығыз жерді. Әлде осылай не қылып жатыр. Ал Авалонды болса, Ерекең Авалонды бұйыртса, 2 машина бар, иә? 2 машинадан кейін 3 машина бар, иә? Әлі Авалонға жетеміз достар, мен Авалонды көрсетпей жатқан себебім де сол. Ерекеңде қазір очередь, бірақ мына көлікті мен
өзім өтініш жасап әйтеуір ортасына кіргізіп істеп беріп жатыр. А так Ерекеңе от души рахмет. Ереке болса. Бізде енді Ереке не лобовойды не істейміз? Алып келеміз ба, или қалай қыламыз? Үйден сала саламыз. Үйден саласын алып келіп па? Боямай тұрып бір қойып алсам дұрыс болады дейді. Өйткені біз қазір алып кетіп оны салатын болсақ, Ерекең ол жағда болмайды дейді, дұрыс емес дейді. Өйткені кемей қалса да болмайды дейді да. Осы жерде көріп, өзім қойып. Негізінде ол қатты қиын емес қой Ерекеге. Шешу енді жаман қиын болды дедіңіз, е? Шешу жаман қатты қиын болды деді. Енді заводской неде жаңа герметиктерде тұрған. Янан жұлып, енді шашып алдым дедіңіз қой Ереке. Олсыз енді никак шешілмейтін болды. Онда бәрін шашып, патологты алып тастаған. Міне патологта толық обешумка жасалған екен. Ана жігіттер алдамапты мені. Әзірге міне достар сүйреті әдемі келіп, көлік, құдай қаласа. Ереке енді шамамен сұрақта айтып жіберіңіз. Шамамен. Материалдың бәрі осы бір 10 күнде шығатын шығар. Есік 2 күн дейікші есіктің келуіне. Бұйырса 10 күнге жетпейтін шығар. 10 күнге жетпей, құдай қаласа. Осы серия шықса, ендігі серияда құдай қаласа көліктің толық біткен бет әлпетін көретін боласыңдар. Міне. Міне есіктер келді, қараңғыдан осы машинамен келді. Күтіп алдық, міне есіктің бәрін жайғастырып салып алдық. Есіктің жағдайлары жақсы, бәрі. Все, жақсы аға. Рахмет. Кетті, осы қараңғыдан келді, осы машинамен есіктіне салдық бәрін орнына. Боковойлар жақсы бәрі. Шашты жөндеп қойық. Ерекеңе шықтық қыз жолға. Бір жақсы жаңалығымен кел, көр, бағалап жер деп шақырды Ерекең. Қазір барып, көлігіміз енді қалай айтсам болады, 70-80%-ға дайын болып қалды. Енді соны қазір барып көрсетіп, сендермен бөлісетін боламын. Енді шыны керек, вложение жағынан барынша минималды салуға тырыстым. Өйткені қалай айтсам болады, бұл көлікке менің почти бар ақшам кетіп қалды. Сондықтан бұл жерде мен басында жоспарлаған 4 есікке деп жоспарлаған ақша енді ондай болмай қалды. Содан кейін Ерекеңмен ақылдаса отырып, жаңа көргендеріңдей бір есікті ғана ауыстырдық. Сол бір есіктің өзі маған достар 300 мың теңгеге шықты. Қарағандыдан жіберген Даниярға үлкен рахмет. Енді барлық суммасы 330 мың болған еді. Бізге 30 мың теңге скидка жасап, 15 мың теңгеге жаңағы машина тауып беріп, осында жіберді. Жалпы есіктің құны доставкасымен бірге 315 мың теңге болды достар. Енді одан бөлек бізде өздерің байқағандай лобовой жаңағы лобовой айнасы да толығымен сынып, быт шығып кеткен болатын. Оны да ауыстырдық біз, оны да жаңасын алдық. Лобовой айна бізге 25 мың теңге, клейі бар, 30 мың теңге, клейімен 30 мың теңгеге шықты. Ереке, ассалаумалейкум. Қаңыз қалай? Қаңыз қалай, Ереке? Қалай болып жатыр? Суреттерден жіберіп адамды қуантып. Жалпы мына жерде біраз жұмыс біткен. Ішкі жақтары проемдарын бәрін бояп болды. Ана қосылып тұр екен ғой Ереке. Несі? Мына достар. Мына жақтарына барынша шығарғанша шығарып, реттеп қойды. Мына жері майысқан болатын естерінде болса. Ішін бояп, қазір енді шаң сондай болып тұр. Ішін бояп қойған проемдарын. Екі жағда есіктер жақсы істеп тұр. Мына жақтарда проемдар. Мына
Пока осы күйінше тұрады енді орындықтар. Оны жасатамыз. Енді арғы бетін таныстырып жіберейін. Қазір. Бампер мына. Осының бамперді дайын болып қалды. Қазір осының бамперді істесе болды. Бамперді тұрған ешқансы жоқ. Главное бізде қазір. Ереке ана нені боковойнан қосып көресіз ба? Қосып қойсыз ғой уже. Мына жақта мына есікті алған болатынбыз достар. Мына жерде ғана мятина шықты кішкентай. Мына айнасы бәрі істеп тұр. Полный комплектімен алған болатынбыз. Мына несіз, картасыз. Абылай қазір түсіріп ашып тұр, не істеп тұр. Ереке, замок қалай болды? Замогы жақсы ма? Жақсы жауап, не ақ тұр ма? Істеп тұр. Бәрі істеп тұр, Ана жағын, ана несі бейт жабылмай тұрған еді ғой? Істеп кетті ма, Ереке? Қайсы? Ана есіктік ше? Оны құлтайтын жері бар ғой, ана құлтайтыны. Алдында бір ашылып па, сондай қып қалған еді ғой? Қазір. Şu машина оталып тұр, нормально. Ал? Айнаны ғой? Қосылып тұр. Мынау ғой, Ереке? Мынау ашылмай қапты да? Үйде. Осылай ма? Ана Тойотанкін дейді деп тұрмын ғой мен, мынандай ақ екен ғой, Қазір 360-ты қазір ана боковойнада камерасымен алғанбыз. Жаланған жоқ, бұл жерде бізде не ол камера? Бұл жерде камера емес, алдында камера бар. Енді алдында камераны не қылып тастадық қой. Қазір көрейік енді. 360. Боковой көрсетіп тұр, Ереке. Мына жанды көрсетіп тұр. Алдын түсінбей тұр, алдыңғы камераның. Арты бәрі қосылып тұр. Мына мен жанбай тұр жерде бірдеңе. Мына жерде мынау істемей тұр, мына жердегін қосу керек қой. Сол кезде үстіндегісін көрсетеді машинаның. Задний камерасы бәрі істеп тұр. Қазір мынау неге алдыңғы парктрониктарды ұрысып тұр ғой. Парктрониктарды қоссақ нормально болады. Қазірге. Жалпы мынандай ешқандай ошибка жоқ, Ереке, Багажникті ғана көрсетіп. Тек қана айырбактың ошибкасы жанып тұр мына жерде достар мына. Так басқа ешқандай ошибка жоқ. Мына тормоздікі. Тормоз деппін ғой, бұл капоттікі. Капот ашық тұр деген білдіреді. Америка жері білдіреді. Не бар? Климат. Бәрі қосылып тұр, істеп тұр. Кнопкалар не екен, мощный екен. Приятный екен басуға. Ерекеңді асықтыр. Ереке шығарып беріңіз деп. Енді барынша Ерекең тырысып. Қанша болды Ереке істеп отқаныңызда? 15-і кірген. 15-і кірді, бүгін 24-і па? 24-і. 9 күнде осындай нәтижеге шығарып беріп тұр Ерекең. Енді білмеймін, Рустам ағаларға атысағанда бір ай минимум жататын еді Ереке. Бір ай точно уақыт алатын еді нан бәрі. Өйткені ол кісілерде де бір ғана машинаны жасамайды ғой. Ерекең бір машинаны кіргізді ма, болды соны шығармай, басқа машина алмайды. Содан кейін Аллаға шүкір, әйтеуір Ерекең бар қасымда осыны бітіріп беріп жатқан. Бұйыртса тағы 2-3 күн, Ереке? 4 күн, 3 күн шығар. 3-4 күн ғана қалды. Енді бұл роликті біз по-любому жаңағы негіз ертерек шығаруға болатын еді, бірақ толық бітіріп, кузовын осы жерден айдап кеткен кезде бірақ шығарамыз деп ниет еттіміз. Сол осы достар. Басқа енді мына жерде бәрін жинап қойды. Бәрін алып шашқан болатын. Бәрін жинап. Енді мына жерде мынандай мелочтар бар, мынандай мелочтар бар. Мынау неде картада кішкене сынған жерлер бар, Ереке? Жалпы қатты критичный емес, бірақ жүруге болады. Сендер енді қазір мынандай сұрақ туындауы мүмкін ғой, неге сен оны істетпей жатсың деген. Мен оны бұл көлікті өзіме қалдырамын деп шештім. Өзім айдаймын деп шештім, сондықтан жаңағы осындай мелочтарды әзірге істетпеймін. Оны бұйыртса алдағы уақыттарда істететін боламын. Бұл көлік өзіме қалады. В общем, тағатсыздана күтіп жүрмін бітуін машинаны. Ана білінбейтіндей қылып бәрін жасап берді. Мынаны қараңыздар. Мына жерін істетіп қойды. Бәрін қабырғасын шығарып тұр. Бәрін келтіріп қойды. В общем, жалпы шыққан кезде ешнәрсе білінбейді оны жерде. Енді маған зимний шиналар алу керек, болмаса көреміз летний. Бірақ ала саламыз. Мотордың дауысын естіп тұрсыздар. Ызыңдап бір нәрсе шығып тұр, Ереке? Оны көреміз енді. Жалпы қазір Ерекең крылосын салып жатыр, есі салып қойды.
Мына есікті жақсылап жөндеп қойды. Ана бұрыштары кеткен болатын. Ашылып, кәдімгідей жауып тұр. Енді шаң болып тұрғаннан мән бермеңіздер. Қазір нағыз жұмыс кетіп отқан кез. Оны кейін жақсылап жуатын боламыз. Жалпы осы. Достар, лобовойны ауыстырдық, жаңа лобовой салдық. Осыны айтып тұрмын ғой. Енді жалпы алдында қабылдап алғанымызды көрдіңіздер ғой. Өзінікі Тиана, Nissan Tiana L33 деген кузов бұл, 2014-тен басталатын. Жалпы кішкене ғана қалды. Азына шетіндегі резинкаларын Ерекең салады, сонымен бұның да жұмысы бітеді. Ерекең үсті жағына кішкене бір не герметик жағам дедіңіз ба? Иә, ол артынан. Иә, артынан краскілеп болған соң герметик жағып, жаңа су өткізбейтіндей қып істеп беремін деді. Қостың ба видеоны? Иә, қостым. Достар, бүгін Батуда, яғни менің ағамда финиш болайын деп жатыр. Өзі де келді ғой? Иә, міне өзі де келе жатыр. Жотам, я жоқ болып кеттіңдер. Бүгін финальный күнге асығып мен дайындалып шығып жатсам. Жотам, қалайсыңдар? Қалай жағдай? Қалдыңдар видеоның, финальный видеомызда. Бүгін иншалла бұйыртса шығарамыз финальный. Қазір машина дайын, барып көріп, бағалап, сіздерге көрсететін боламын. Кеттік па, жігіттер? Бата осыны өшіп сала болмайды, сен анан не алсай, парктрониктарды бір айтып болмайсың, краскасын түсірсей деп. Краскасын ба? Иә, парктрониктарын краскасын түсір, аны бояған кезде парктрониктарын краскасын түсір. Оның қатылды қалай шешіп болады? Бампер шешіп керек па? Иә, шетінен бамперді шеше сал, сонымен алдын шешіледі. Толыққа күйдіріп. Иә, қазір еще жүре алмайсың. Бәлен, қанша күттіге. Шынымен бұлай бөліп түсірейін десем, шығарып бөліп шығарайын десем, мүлдем андай несіз болып қалады жаңағы. Маңызын бере алмай қалам адамдарға бұл көлік. Негізі қызық, негізі бұл көлік ондай қатты да танымал емес. Адамдарға да қызық болмайды, өйткені алдыңғы роликтің жаңа қаралымнан қарасаңыздар болады, 17 мың ғана жинап. Сондықтан мен бұны жинап, бір финальный қылып шығарайын дегенім осы ғой. Енді оның арасында жаңағы Avalonның тірліктерімен айналыстым деген сияқты. Бұйыртса енді осыдан кейін Avalonға кірісетін боламыз. Әзірге проект осымен осы бүгін енді құдай қалса аяқтайтын шығармыз осылай. Ерекең қазір как раз осы сендер келе жатқан кезде звондап маған. Бағдәулет не істедің деп келе бер деп. Қазір барып көріп, енді алдын ала біліп жүрмін ғой, суреттерін неғып жүрмін, өзім барып жүрмін. Алдында запчастьін әкеп бердік деген сияқты. Енді былайша айтқан кезде біраз жұмыс негізі істелді. Мен енді сырттай қараған кезде жаңағы қалай айтсам болады, мен ойлаған жоқпын бұндай жұмыс болып кетеді деп. Өйткені мен басында шыны керек тез істеп, енді жарақаты аз деп ойлағам. Негізінде ана машинаны шашқан кезде енді біраз жарақаты бар екен. Соны енді оны жалпы сыртқы бейнесін ретке келтірдік, бірақ сонда да ішінде енді майда шүйде жұмыстар қалды. Енді қазір барайық сол жаққа, содан кейін сол жерде айтып өтіп түсіндіретін боламын. Достар, келдік. Қазір машинамызды көреміз. Енді жақсылап бағалайсыңдар деген ниеттемін. Бастадың ба? Достар, машинамыз бітті. Қазір өзіміз алдын ала бір көріп, ревизия дейді ма? Ревизия жасап шықтық. Ереке. Ансалай. Мен машина қоштик енді. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession.
достар, өздерің көргендей көлікті бітірдік. Енді қашан басталды Ереке? 15-і басталды. Бүгін 27-сі ма? 9-ы. 29-ы, иә? 29-ы. Сонда 10-14 күнде 2 аптада машина толық бітті. Бұл срок, достар, бұл срок өте мынандай қысқа срокта Ерекені бітіріп берді. Басында, мен жаңа жолда айттым ғой, басында біз келген кезде, сырттан қараған кезде, ондай қатты жұмысты мен көрген жоқпын, шыны керек. Мен ондай, енді өзім кастаптап болмайын кейін, Ерекені алып келгеннен, Ерекені кәдімгідей шошып кетті. Бағдәулет, сен бұндай деп айтқан жоқ едің ғой деп. Бәрін шешіп, шашқан кезде, нағыз жұмыс сол кезде басталды. Енді оның бәрін көрдім бе, бәрін айттым. Жалпы, ана-міне деп айтар соңына жеткіздік, бәрі бүтін, қараңыздар, бәрін істеді. Алдыңғы, осыдан алдың көргендеріңде, есіктерін бәрін Ерекен жөндеп берді. Жалпы, бұған кеткен біздің, қалай айтсақ болды, шығынымыз, тек есік қана болды, запчастардан есікті алдық, там боковой. Мелочтарды алдық. Қазір айдап барып шығып, сыртта бір әдемі локацияда жақсылап машинаны көрсетіп боламыз. Жалпы, осы достар, Ерекенге енді үлкен рахмет. Өзім ағамдай болып кетті ғой, Ереке. Еркелейсің келіп алып, айтасың, айтыр. Бәрін көңіліме де қарайды, көлігімді де жақсылап жөндеп беруге тырысады. Оған Ерекенге үлкен алғыс. Жырны дейді ғой, лайкты қойып, жақсылап Ерекен туралы ойларын жазып кетіңдер. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own. Алын достар, біз машинаны барып жуып тазалап, сіздерге жақсылап көрсететін боламыз. Алып кеттіңіз. Міне, кетіп бара жатырмыз. Міне достар, машинамыз жаңа бір айналып, жуып, шайып келдік. Енді жүрісіне енді риза болдым. Жаңағы ходовой часть дейді ғой, бәрі жақсы. Ешқандай жаңағы бір қосымша салудың қажеттілігін сұрап тұрған жоқ. Жалпы енді бұл жерде мен айта кететін, істемеген дүниемізді айтып кетейін. Қазір машина оталып тұр. Достар, мен мына жердегі айырбак, жақында түсіре бер. Үстіндегі айырбак шторка дейді. Мына орындықтардағы айырбактарды істетпедім. Әзірге енді бұл енді Ерекенің жұмысы емес. Оны алдағы уақытта істететін боламын. Жалпы достар, бұл көлік, бұл өзіме қалатын көлік. Оны өзім істетемін. Енді қалай айтсам болады? Біраз уақыттан бері негізі ойымда жүрген бір арманым демей-ақ қойын енді, бірақ біраз уақыт ойымда жүрген көлік болатын. Бұдан алдыңғы кузов. Ал бұл кузовқа енді мен шыны керек, жаңағы күтпеген жағдайда осы көлікті алып қайдым, осы кузовты алып қалдым. Енді осындай бәр жері бітті. Мына есіктері ауысқан жоқ достар. Естеріңде болса, төмен жағынан ұрылған болатын. Бұның бәрін Ерекен жақсылап кесіп, әдемілеп, ұрлап, зазорларын қойып, істеп берді. Айырбақтың светі жанып тұр демесең, ешқандай да жаңа қосымша ақша салудың қажеті жоқ. Бәрін бамперді да өзінің бамперін істетті. Мына жерін естеріңде болса жыртылып кеткен болатын, былайынан. Жыртылып кеткен болатын. Оны да жасатып қойды. Жалпы қазір мына жерде бір духовосы ғана жанбай тұр екен. Бір духовосы сол байқадық.
И біз мына боковой айнаны алған кезде қалай айтсам болады, праворульный Тиана болған ғой, оң жақтағы рульді Тиана болған, соның боковой айнасы екен. Бәсе мен жаңа жолда келе жатып дұрыс көрсетпейді, онша кішкене бір басқаша көрсетеді. Сөйтсем есіме түсті, бұл Қарағандыдан жаңа жіберген Данияр деген жігітке үлкен рахмет айтпақшы. Сол жігіт маған осы есігін, толық есігін, айнасын бәрін ақшасын келістіріп, осын сал жерген болатын. Кейіннен ойланып қарсам, ол маған сол көліктің Тиананың суретін жіберген. Сол кезде ол оң жақты, оң рульді Тиана болған. Соның боковой айнасы кішкене енді не бар, бірақ нормально көрінеді. Ең бастысы мен іздеген кезде мен камерасымен таппаған болатын. Камерасымен 360 камерасы бәрі тұр орнында. Жалпы осы болатын. Оригинал жаңағы Nissan айнасы деген сияқты. Енді салонынан көрсетіп жіберсек. Салон жалпы мынау картасы. Жаңа соғылған есіктің картасында жерлер жыртылған жері бар, сынған жері бар. Қысқасы бұл картада болашақта ауысатын болады. Оны енді менің Instagram парақшамда көретін боласыздар, оны қалай істейтін. Бұл жалпы енді былай жай көрініп қалмаса, бұл көлік енді өзім айдап жүретін көлік болады. Жұмысқа, жаңағы басқа қалаларға көлік алуға деген сияқты осы көлікпен шығатын боламыз бұйыртса. Енді дәл қазір мынаны кішкене матовый болып қалғанына мән бермеңіздер. Бұны полировка жасау керек. Енді қыста бояп отырмыз ғой, краскасы толығымен жақсылап қатпаған. Кузов толығымен жақында полировка жасалатын болады. Сол кезде мынаның бәрі, жаңа осындай мелочьтардың бәрі ешқайсысы көрінбейді. Ал қазір жаздық резиналарда тұр. Жақында резина алам бұған. Жаңа резина алып салатын болам. И болды. Осылай көлікті әйтеуір бітірдік. Бірін шыны керек жаман асықтым. Мына көлікті айдағанша асықтым. Осын қашан отырам деп. Бұл көлікті өздерің білетіндей 5 миллионға алдым. Есік 315, ерекең жұмысы 300, и лобовой айнасы 30 мың теңге. Сонда жалпы кеткен қаражат бұл көлікке 645 мың теңге. Енді меніңше 645 мың теңгеге әдемі істеп алдым деп ойлаймын. Енді шыны керек, ерекең ол маған өте арзанға істеп берді. 300 мың теңгеге бұл көлікті осындай жағдайға келтіру, ол екінің бірі қолға ала бермейді бұндай жұмысты. Жалпы көлік осымен бітті, бұл проект осымен тоқтады, болды. Енді Аволонды бітіріп алсақ, Аволоннан кейін бұйыртса достар, мен жаңа проект бастайын деп жатырмын. Оны бұйыртса жақында айтатын болам. Осымен достар, Тианамыздың жыры бітті. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Айтпақшы достар, комментарийда алдында байқадым. Сен ана Короллаң не болды, ана Tucson кімнің машинасы деген сияқты. Ана достар, оны екеуі де тұр. Екеуі де дінаман, екеуі де тұр. Ешқандай авария, Құдай сақтасын. Бәрі сол жаңағы ДТП авария осы 2022 жылмен кетсін. Аллаға шүкір, әзір бәрі жақсы. Мына екі көлік, үшінші көлік мына тұр. Енді алдағы уақытта тек қана проекттермен алып сату деген сияқты. Шыны керек қазір соңғы кездері кішкене алып сату жағы көліктерді қиындау болып жатыр. Өйткені түсініксіз баға көтеріліп жатыр. Шрот өліп қалған машиналарға кәдімгідей бағалар сұрап жатыр. Енді ол жағын ойластырамыз. Енді менің шет жағасын айта салайын. Бір жерді таптым, арзандау көліктер сататын. Сол жерден көлікті алып, ертең жаңа проект бастаймыз. Әзірге мына айтатын, ешқандай ешнәрсе болмаған, екеуі де тұр. Екеуі де планда жұмыс істеп жатыр. Былайша айтқан кезде қалай? Бұлар өз-өздерін ақтап, қазір тек қана ақша алып келіп жатыр. Бұларда сатып жібергеннен пайда жоқ. Олар осылай күнделікті маған қаржы да кеп, осындай көліктерді жөндеуге көмектесіп жатыр. Алдағы уақытта да проект жасасақ, сол көліктерді
жаңағы қаржылай көмектесетін екі пақыр көлік қой оның тұрған. Олар бәрі нормально істеп тұр. Осымен достар, видеоны аяқтаймыз. Міндетті түрде видео ұнаған болса, астына пікірлеріңізді жазып, жақсылап тұрып лайк басып кетсеңіздер, мен соған риза боламын.